Армысыздар қадірлі жыр сүйер әлеумет. Өздеріңізбен кезекті жыр терме тыңдау сағатында қайта қауышқаныма өте қуаныштымын. Өмірде ата-ананың разылығын алу, Алланың разылығын алумен бірдей. Дүние дидарына келген әрбір перзенттің өз ата-анасына жасаған жақсылығы, оның ең нәтижелі хайырлы істерінің бірегейі болып табылады. Махмұтбай Әміреұлы, ата-анаңды қадірле тірісінде. Келесі жыр терме тыңдау сағатына дейін қоштасамын. Аман саулықта болыңыздар.